Маржанды шақырамыз. Мәссаған. Жақсы, керемет. Бәрі жақсы. Кеше болмады кездесу. Шақырып алайық, өзінен сұрайық. Ринат, келіңіз. Ринат, қош келдіңіз. Өп-үлкен аюмен. Сен среда күні мен сұрап алған болатын. Шымкентке ұшып кеткен болатынбыз. Сондай сюрприз жасадық. Ринат мырзаға рахмет. Подаркасын беріп, өте қатты қуанып. Қарайсыз, Ринат, тіпті Аяз атада болып, қуантып жатсыз. Кездесу жақсы болды. Шымкентке жақсы барып қайттық. Қызымның туған күні деп. Бірақ бара алмаймын. Маржан екеуміз түнгі 3-те машинамен шығу керетін боламыз негізі. Жол алыс қой. Айтам лучше паспортын жібере салшы маған. Ода обратно самолетке билет алдым. Қызы жылап отыр екен. Ақша бере бересіңдер. Лучше маған мыз алып беріңдер деп. Жағынан қызының туған күні барып біраз болды ғой маған. Жақсы барып қайттық. Әдемі болды. Бірақ қызыңыздың сұраған, қалаған мысығын алып бардыңыз. Әдемі. Ринат мырзамен кездесуге шақырған. Бірақ мен шыққым келмеді. Просто андай ғой, 2 күн ұйықтаған жоқ, онда түсінуге болады. Паника қылмаңдар. Таңда келдік, ертесіне ол 2 сағат ұйықтады да эфирге кетті. Айттым, шаршаватым деді. Жақсы сонда. Маған сағат әкелген болатын. Бағасы 700 мың теңге тұрады. Содан кейін Шымкентке барып келгенімізге бір 400 мыңдай ақша кетіп қалды да енді. Маған вот неприятно, хоть 10 миллион затын алса да, мен оның бағасын білген қаламаймын да. От души берген қалаймын да. Айтады да, осынша ақшаға алдым депші. Алматыға осынша миллионмен келгеннен ақшам қалмады дейді да. Қойдым да содан. Сонда мен ақшамен сатып алам деп ойлап жүрма деп. Талаптарым сұрап жатыр, қандай жігіттер ұнайды деп. Бұрыннан айтып жүрген талаптарымды айтып жүрсем, ертең таныстықты тоқтаса салайық. Уже мені өзінікі етіп иемденіп алған да. Солай билеп төстеймін деп ойлайсыз ба? Маған сол неприятно болып қалды. Әлден осындай ертең тағы да таныстарға кете берсе қалай болады екен деп. Қалай сіз сезіндіңіз? Өзімді қатты ыңғайсыз сезіндім. Негізі ол жерде сен тиктокта отырсың, мысалы мына жерде бәріміз отырамыз ғой. Астында бір Серік деген жазып жатыр да. Мен үшін алды, бір жақтан келіп едім. Редакцияға жаз дейді. Маржан, сен просто ол жерде сөзің сен мында менің қазір үміткерім бар деп мысалға. Дүние ақша байлықпен бағаланбай түсетінім, тек сенің маған деген сыйластығың болса болды деймін. Қаншама адам, ол жерде адамдардың да мінезі уже андай өзгереді да. Сізге бөжей жазып жатыр. Сізге бөжей жазып. Жоқ, сен оны елемейсің. Сонда мен көлеңкемін ба дедім да. Ашан ондай неден эмоция айтқан жоқ, мен просто айттым, Шымкенттің мысалы қымбат екен деп ше. Ешқандай мен ішімде арам ой болған жоқ, Маржан. Ақшамен бағалан, сен ондай қыз емессің. Сен өз жағдайын дұрыстаған қызсың. Негізі ол жігіт бірінші жазып тұрған жоқ та. Ол кезде сіз жоқ едіңіз, мен де үміткер жоқ еді. Дайрекке де жазады, сізге редакцияға жазамын, мені қабылдамай жатыр деп. Общий айттым ол жерде үміткерлер деп ше. Ол шақта өзіме кішкентай балдарға тиетін сияқтымын деген ой болды да. Дейінгі талаптарымды айтып отырсам, тиіп ал онда сол жас балдарыңа дейді да. Тиктокта жауап бергенде мен лишний ештеңе демейтін едім. Сен астында қанша жазып жатсаңыздар да ответ қайтармайды. Сондай жіберіп жатыр. Бөжей мырза сізге жазып жатыр деп. Бірінші эфирім, конечно, түсініксіз болды ол тиктокташы. Редакцияға бар деп айтасыз. Шынымен де жаңағы неге үміткерім бар деп айтпадыңыз? Жалпы андай редакцияға жазыңыз деп айттым да, үміткерлері болғаннан кейін ше. Логикалық түрде сізде үміткер бар ғой, таныстық жүріп жатыр. Может, бір айдан кейін келетін шығар, может, 2-3 айдан кейін келетін шығар. Көреміз ғой, таныстықта енді жүрген адамбыз ғой. Ертең не болады? Енді қазір таныстығым бар, бірақ тоқтатып қалуым мүмкін. Білмеймін, ол қандай таныстық ол? Қатысушылар, сіздер де солай жасайсыздар ма? Үміткерлеріңіз бола тұра айтасыздар ма? Және де көрдіңіз бе, сізге қандай ілтипатпен келіп тұрған адамның да көңілі сол нәрсеге байланысты суып қалып отыр да. Ринат мырза енді сізге барын салып тұр ғой. Дегенмен фактически келгенде ол сізге барын да нарын беріп отыр. Қыздарыңыз мен сыртымнан үміткер қабылдап отыр деп бір ренішімді білдіреді. Бірақ бұл кісінің тұсынан уже грубость кетіп қалды да, билеп төстеп ше. Тиіп ал сол балдарыңа, жас балдарыңа деп. Жас баламен бақытты бол, бірақ бақытты бол дедім. Бұл ұйықтама, өзің де білесің. Мен демала беремін деп жатсам, Маржанның эфирінде Годжан туралы әңгіме болып жатырды. Маржан ауыздан шығып жатқан жоқ Годжан туралы. Астына подписчиктер да Годжанға деген сезімің бар ма деген сияқты жазып жатыр. Бұл жауап беріп жатыр, жоқ деп. Таныстықты солай қабылдайтын сияқты да, өзің красавица, Ринатты енді жаңағыдай қыл. Как будто өзімді жаман сезінем, қыз баласы ретінде деген әңгімелер айтылды. Мойындайма білмеймін, бірақ сондай әңгімені білмеймін, естіп қалған болатынбыз. Одан бөлек енді жаңағы сырт келбетіне байланысты айтты осы әңгіме. Не деген глаголды қосып апты ғой. Және де Ақеркенің айтқандары шын ба, Маржан?
біз сразу айтқан тұғым азасыз деп ше айтқам қасымда адам приятно жүру керек деп талаптарымды қоямын мен. И бұл кісі бізде даже видео бар, келіскен тұғын. Бір апта өтті, онда ешқандай өзгеріс көріп тұрған жоқпын. Енді адамның денсаулық деген адамға берілетін аманат қой. Не приятно деген әңгіме болған жоқ, не қасымдағы адам приятно болып жүру керек. Жоқ, балауса, оның сыртынан айтылып тұр да, енді үміткер ғой бәрібір. Бір заведениеде отырғанда, тек екеуміз отырғанда мен ыңғайсызданамын. Екеуміз наедине никогда бірге отырмағанбыз. Сол кісінің қалауы солай. Мақтануға төртеуміз бардық. Шымкентке барып келдік. Ол кезде де төртеулеп отырдық. Сол кезде мен дәл осы әңгімені естідім да, әдем болып жүрген жігітті қалаймын деген сияқты әңгіме естідім да. Ринат ұнамайтын болса, сіз оның подаркасын да алмайтын едіңіз да. Ринаттың өзі емес, оның подаркалары больше важнее сияқты. Ақшасы көп подаркасымен келсін деген емес. Ол талап жоқ. Мен адамгершілікке танытып, душасын көрейін, танысып көрейін дедім да. Приятный адамға балам ғой деп ойлап, сонда ниет болды. Мен таныс тоқтату басқа ниет болатын болса, мен оның қасында жүріп, бір ай уақытымды кетірмес едім. Мысалы, жігітті мен тағы да айтамын, ол сұлулықпен сыналмайды жігіт. Мен өзім талабым, өзім еме право талап қоюға. Осы ағамның бір қадамдары бір құрға кетіп қалмаса екен, бөлінген вниманиясы өзіне бір қару болып қана келмесе екен дейдің да. Сен одан да лайықты қызға, білмеймін, сен дана қызға лайықсың ғой, Раке. Бір жігіт ретінде қабылдап тұрған жоқ. Жақсы бір қыздарға лайық сияқтысың, менің ойымша. Кене реалист қыз керек та, сәл қиялдау емес ше. Натури тұрмысқа шығатын, сен қадамдарыңды бағалайтын қыз керек деп ойлаймын. Мен неге айтпағым керек, балауса ханым ұнамайды деп. Ақымақ қыз емеспін, 34 жасқа келген. Менде де интуиция деген нәрсе бар. Келген адам отырып алып, мынанша ақша жұмсадым, мынау мынанша ақша тұрады екен. Неприятно болды, сол жерін айттым мен. Балауса ханым, балауса. Сіз білесіз онда қандай типаждағы жігіттер ұнайтынын. Бірақ дегенмен сіз ойы таза Маржанның. Мынау қыздардың білмеймін қалай құлағыммен естіп. Мен де айтқан жоқпын. Біріншіден, онда арам ой болған жоқ та. Мен айтып жүрмін ғой, осы эфир бар ғой. Анам қарайды деп. Менің анамның жүрегіне ең ауыр тиген Айсұлу сенің кесіріңше. Анам ауырып қалып қайта звондапшы. Сен менің ата-анамнан кешірім сұрау керексің біріншіден. Мен қате кетсем, мен кешір. Осымен таныс тоқтатайық. Қаншама халықтың алдына шығып, өнеженеге түскім келмейді, ұзын сөздің қысқасы. Ұлдар, қыздар, келген үміткерді бағалаңдар деймін. Кейбір үміткер шын бағын іздеп келеді. Бұл жерде мен ең үлкен қатем не деп ойланып отырмын да. Біз бәріміз періште емеспіз ғой. Періште жоғарыда ғой. Көріп отырмын, бірақ сіз жүрегіңізге қатты қабылдамаңыз. Вот ана чудовище деген бар ғой, кімнің Айсұлу сен шыққан сөзің. Ринаттың ата-анасынан бүкіл туыс жанұясынан енді кешірім сұраймын. Негізінде мен айтқым келгені, сізге қатты тигізім келген жоқ, қатты жүрекке қабылдап та керек емес деп ойлаймын. Дұрыс жеткіземін, сол үшін кешірім сұраймын. Анасынан және де Ринат мырзаның өзінен кешірім сұраймын. Осылайынан келіп, көз жасы шыққаннан кейін барып сөйлеу керек па? Өзінің дене бітімі, ол саған ұнамауы мүмкін, басқа адамға ұнайды. Әр адам өзінше әдемі, өзінше керемет болып келеді. Ринатты көріп отырмыз. Мына жерде махаббат үшін жанталасып отырған адам. Осы Маржан ханымға барында, нарында салып жатыр ғой. Сыртқы бейнеге ғана қарап, адам туралы бір тұжырым жасауға болатындығы. Маржанды да бір сонша бір жерден алып жерге салғымаймыз деп ойлаймыз. Жаңағы талаптарымызды айтып қоямыз. Осындай жігіт керек деген сияқты. Ол кісілер таңдап келе алады, оларда возможность көбірек. Андай ойланбай, бүйтіп ашық айта салатын адам да Маржанда мысалы ше. Былай ғой, сіз таңдап келдіңіз, подаркаңызды беріп жатсыз, бірақ оны кішкене міндетсініп олай айтып керек емес деп ойлаймын. Тұрма сөз келіп тұрма, мен айтып қаламын. Мен оны андай жаман ниетпен айтқан жоқпын. Мына жерде кішкене жыламсырап отырғаныңыз, на жалость давить етіп отырғаныңыз дұрыс емес. Жоқ, қазірден бастап мен сіздеріне көз жұмбай айтайын деп шештім. Зілдеп айтқан шығар бәлкім, біраз дүниені негізінде байыбына барып түсінесіздер.